Саламатсыздар ма? Бүгін сегіздіктер туралы айтам, яғни 8-і, 17-сі, 26-сы күні туылған адамдар. Сегіздіктер бұл өмірге контролировать ету үшін келген, яғни бәрін контрольға ұстап жүреді семьясында, яғни әйелін, немесе күйеуін, бала шағасын деген сияқты бәрін білу керек. Бұлар настоящий реалисты, бір оқиғаларға, бір тылсым дүниелерге сене бермейді, реально өзінің көзімен көрген нәрсеге сенеді. Бір оқиғалар айтсаңыздар, сомнение ұстап тұруы мүмкін. Сосын бұларда энергия бесконечности, яғни бұлар не ойлайды, сол ойлары іске асып жатады. Например, бұлар бұлай көтеріліп тұрған кезде бір депрессияға түсіп, төмен бір саты түсіп қалса, сол сатыда ұзақ уақыт болып қалады сол депрессияда. Сол проблеманы ұмыта алмай, ұзақ сол проблеманы ойлаған сайын еще сол проблеманың үстіне проблема болып жатады бұларда. Неге? Өйткені сол состояниядан ұзақ шыға алмай қалады. Сондықтан мой совет: всегда позитивно ойланыңыздар, всегда жақсы нәрсе ойлап жүріңіздер. Сосын настолько бұлар реалисты да, бұларға книга желаний дегенге желанияңызды жазыңыз десең, сегіздіктерге, например, 500 000 табысы болса, ендігі жылғы планға бұлар максимум миллион жазады. 800 000, 700 000, сондай маленький көтереді. Мына төрттіктер сияқты сразу ендігі жыл 3 миллион табамын деген сияқты мынандай күшті мечталар айтпайды. Бұлар реально мечтасының өзі, мақсатының өзі реальность қой, реально не істейді. Вот өйткені олар сенбейді. Түсініп тұрсыздар ма? Не может быть, что мен 500 000 алып атқан, ендігі жылы миллионнан артық алам деген сияқты. Это потолок, миллион алармын деген сияқты. Вот у них такой потолок есть. Бұлардың бір-бірінен айырмашылығы, яғни 8-і күні именно туылғандар жесткий контрольға алады, біліп жүру керек бәрін, және әйелі, күйеуі немесе бала шағы не істеп, не қойып жүрген бәрін біліп, бәрін контрольға ұстап отыратындар. 17-сі күні туылғандар реально, нағыз реалисты, әңгіме оқиғаларға сене бермейді, өзінің көзімен көргендерге ғана сенеді, өте ақылды. 26-сы күні туылғандар немножко пофигисты, бәрібір болғанмен бұлар да біліп жүргісі келеді, кімнің не істеп жүргенін, особенно в окружении. Семейный сегіздіктер налево гулять етуге болмайды, өйткені сіздің энергияңызда барлығыңыз түсіп, потеряйте себя. Өз-өзіңізді жоғалтып аласыз.